Айрым қалиыта. Менен биге. Дауытын. Жасынмен танысай. Кеттік. Сенің маман татар ма? Ya, sendерге мен түсіндірейін қалай екен. Мамаңның арғы атасы, әкесінің әкесі деген сөз. Атасы бабай дейді татарлар. Ол кісі Петропавл бұрынғы қазіргі Қызылжардан осы жаққа келген таза татар. Біздің республикамызда бәр ұлттар бірге өмір сүре береді. Соның бірі осы сендердің арғы аталарың, оның мамаңның әкесі татар. Сендер оған ұқты ма сендерге? Ұқтың ба? Жантөре ұқтың ба? Қане, бізге ұлттық тағам туралы айтып берсеңіз. Бұл татар халқының ұлттық тамақтары, неше түрлі ұлттық тамақтары бар. Соның бірі пәрәмәш дейді. Сол пәрәмәшті ашытпаған қамырдан да істеуге болады. Мынау істелген, міне ашытпаған қамырдан істелген пәрәмәш. Көріп отырсыңдар ма? Мынау ашытпаған. Ал мынау ашытқан қамырдан істелінеді. Оның беті ашығы да болады. Бетінің міне сияқты жабығы да болады міне. Бұл ұлттық тағам, яғни татардың пәрәмәш деген тағамдары. Одан басқа да неше түрлі тағамдары бар. Оның қалай істелінетінін, қалай пісетінін сендер өскендер мен сендерге үйретемін әлі. Үйренесіңдер ме? Ем, алтып, Иә, мына киімдер біздің қазақтың халқының киімдеріне ұқсайды. Көріп отырсыңдар өздерің. Бұлардың қыздарының киімі бөлек, үлкен азаматтарының киімі бөлек. Міне Жантөренің үстіндегісі өзінің жас баланың басындағы тақиясы менен өзінің киімі. Міне Дарияның үстіндегі киімде жас қыздардың киімі, мамамның үстіндегілер. Яғни осындай міне киімдер. Маманы олар татар халқы ән дейді мамасын, ал әжесін ән дейді, атасын ән дейді. Оған ұқты ма сендерге? Yalla birgaha turayıq dünyada. Kel oturayıq, üstülüp basın toturayıq. Bizden üstüp жүргенімізден саулықтың арқасы.